Бозінген. Бұрынғы заманда Бағланбай деген кісінің Бозінген деген бір жақсы түйесі болған екен. Бозінген өмірінде боталамапты. Бір күні Бағланбай ауыл адамдарына: «Менің жақсы көретін Бозінгенім боталамайды. Бұған не ақыл бересіңдер?» деп сұрайды. Бұған жиналған жұрттың бірде-біреуі ақыл бере алмайды. Сонда босағада тұрған бір жетім бала былай депті: «Айналайын ағалар, мендей жетім балалар босағадан сығалар. Ақсақалдар қақпасаң, мен бір сөзді айтайын. Құлақ салып тыңдасаң, ашу жанжал қылмасаң, тойыңды жеп қайтайын. Бозінгенді алдырсаң, үстіне кілем жаптырсаң, жібектен бұйда тақтырсаң, шытырма қазық қақтырсаң, Бозінген бота туады, мәпелеп шалмен кемпірге алпештеп оны бақтырсаң». Баланың сөзін мақұлдап, Бозінгенді алдырып, қалы кілем жаптырды, жібек бұйда тақтырды, шытырма қазық қақтырды, мәпелеп бота табар деп, кемпір мен шалға бақтырды. Жыл мүшелі болып, Бозінген қайып, туатын мезгілі жетіп, бір күні бас алтын, арты күміс бота туады. Бағып жүрген кемпір шал қуанып, Бағланбайдан шүйінші алайық деп бара жатса, ауылындағы қу саудагерлер кемпір шалдан: «Ау, қайда барасыңдар?» деп сұрайды. Сонда кемпір шал: «Бағланбайдан барып шүйінші аламыз, үнгені бас алтын артығымыз бота туды» дейді. Сонда аналар: «Сендер өздерің барып шүйінші алып бастарыңа мүйіз шықпайды. Онан да бәріміз бірдей көреміз, үнгенді сатып пұлын алармыз. Ботасын 7 қабат темір үйге кіргізіп, сақтап, өскен соң оны да сатамыз» дейді. Кемпір шал көнбейді. Онда аналар кемпір мен шалды өлтірмек болады. Сонан соң кемпір шал қорыққаннан ылажысыз көнеді. Бозінгенді базарға барып, бір керуенге 60 тілдіға сатады. Бозінгенді керуеншілер түйелеріне тіркеп алып кете барады. Сонда Бозінгеннің керуеншілерге ботасын сағынып, боздап, зарлап айтқаны: «Жара алғаннан жасымнан, күйіп жанып сабылдым. Тартып шеру бал үшін, үстіме кілем жамылдым. Кекілімді үкілеп, жібектен бұйда тағындым. Бота үшін толғанып, әр нәрсеге жалындым. Ақырында аңырап, базар түсіп сатылдым. Жас ботамнан айырылып, бұлай болар, нағылдым. Мұна жалған дүниеде көрер күнім болар ма? Мен ботамды сағындым. Неше күндер жол бастым, көзімнен жас тағызып, емшектің сүтін тамызып, өлгенде көрген ботамды емізбедім жағызып. Боташымнан айырылып, ішім оттай күйеді, жүйем босап, сағынып, тұла бойым еді». Кеш болған соң керуеншілер бір жерге қонады. Бозінген арман дерті ішіне толып, әуедегі ұшқан құстардан ботасын сұрап зарланады. Қалықтаған аспанда ителгімен сұңқарсың, ертеменен жем алсаң, сәскеде барып ұшарсың. Аспанда ұшып келдің бе, ел ішінде қайғырған, енесінен айрылған, зарлап, боздап, қайрылған жетім бота көрдің бе? Қандай бота дедің бе? Аспанда ұшып айналған, түлкі көрсе сайланған, түлкісін иесі байланған. Қаралап аршын бүркітім, аспанда ұшып келдің бе? Ел ішінде боздаған, ішкі дертін қозғаған, базарға сатып қоймаған, еркіменен тоймаған жетім бота көрдің бе?
Неткен бота дедің бе? Шарықтаған күшіген, аспанды кезген жүрісің, тәмам құстың зорысың, ел ішінде боздаған, ішкі дертін қозғаған, жетім бота, көрдің бе? Омырау жасқа малынып, көрінген құсқа жалынып, ботасына зар күйіп, қайнаған іште бар күйін жеткіз деп, жылап тапсырды. Кемпір мен шалдың үйіне ұшқан құста, аяды, мойындары иіле, тау мен таста күңіренді Бозінгеннің күйіне. Бозінген сөйтіп зарлап, көрінген құстан сұрай беріпті. Ешбіреуінен жауап ала алмапты. Содан кейін Бозінген ботам өлген екен деп зарлайды. Мен ботамнан айрылғам, қарайлап мойны қайрылған, сағынып зарлап егілем, көзімнен жасым төгілген. Не жазығым бар еді, екі көзді сел алып, жылай-жылай шел алып, тілек тілеп зарласам, тілегімді берер ме, бота ханым келер ме, деп боздап. Бағланбайдың екі ұлы бар еді. Бұлар қайтып келе жатса, Бозінгеннің даусын таниды. Мынау керуеншілерден жөн сұрайық деп, олардың жанына келеді. Ассалаумағалайкум, қонып жатқан керуендер. Алтын күміс тартынып, ай түбіне бардыңыз, айға сұрау салдыңыз. Бағланбайдың Бозінгенін қайдан сатып алдыңыз? Деп сұрайды. Олар керуен басынан жағдайды оққан соң, ділдәләрін қайтарып беріп, Бозінгенді алып қайтады. Бозінген зар күйін күңірентіп желе береді. Ауылға таянып, ботаның қарасын көргенде тұла бойып, түйенің жүйесі босап жылағаны. Мен көріп ботамды, емізер күнім болар ма? Жар жағалап жапырақ, жегізер күнім болар ма? Айналайын жан ботам, толған айдай толар да, кекіре біткен көк ойға ойнатар күнім болар ма? Бауырымдағы қаремшек, емізер күнім болар ма? Айналайын жан ботам, басыңа бақыт қонар ма? Көнге біткен көк шалғын тартып шашар болар ма? Көнектей толған қаремшек, емізер күнім бар ма екен? Айналайын жан ботам, немене болып қалды екен? Жібектен бұйда мұрнымда шұбалтар күнім бар ма екен? Бағланбайдың Бозінгені алтын бота тапты деп, қуантар күнім бар ма екен? Ұйықтап жатқан жерінде қабырғадан түстелеп, қақ төсінен искелеп, оятар күнім бар ма екен? Деп боздаған Бозінген ботасына келіп қосылып, мауқын басады.